деген қандай жылдам. Аяулы жар, абзал-ана, сүйікті әже, Дариға Иген қызы Досқұлованың өмірден озғанына 1 жыл болып қалыпты. Дариға Иген қызы 1947 жылдың ақпанның 3 жұлдызында еліміздің сол кездегі астанасы Алматыда көп балалы отбасында дүниеге келді. Әкесі Иген Кәрімбекұлы Тастанбеков партия және совет органдарында абыроймен қызмет етті. Шешесі Қалбөбі Қыдырғали қызы үй шаруасында болып, балаларына орынды жақсы тәрбие беріп, отбасының берекесі мен ырысының шамшырағы бола білді. Алматыдағы номері 74 орта мектепті 1965 жылы үздік бітіріп, Қазақ қыздар педагогикалық институтының филология факультетіне оқуға түсті. Оны 1970 жылы қызыл дипломмен тәмамдады. 1971 жылы Алматы мемлекеттік медицина институтының емдеу факультетінің түлегі жамбылдық жас дәрігер Оразқұл Досқұловқа тұрмысқа шығып, шаңырақ көтерді. Біз Ореке екеуміз өмір сүргеніміз 48 жыл болды. Біз танысқанда онда жап-жас болып, сонда Орекенің мамандығы себеп болды. Мен ауруханаға түсіп, содан кейін Ораз екеуміз сөйерде кездесіп, содан кейін бірге болып, содан кейін үйлендік. Әсемде көрікті Алматыны Жамбыл қаласына айыры бастап, 2 жас жұбайы Оразқұлмен қол ұстасып елге оралды. Сол жылы Жамбылдағы беделі жоғары жеңіл өнеркәсіп пен технология институтының орыс тілі кафедрасына қызметке тұрды. Ол осы орында тапжылмай 32 жыл қызмет етіп, ұлттық кадрларды дайындауға өз үлесін қосты. Сөйтіп өз халқын шынайы сүйген ол саналы, білімді ұлт кадрларын дайындауға барынша шеберлікпен ұстаздық етті. Дариға Иген қызы, дәрігер Оразқұл Досқұлов екеуі отбасында 1 ұл, 2 қыз өсіріп, мәнді тәрбие беріп, оларға жоғарғы білім берді. Тұңғыштары Айгүл Оразқұл қызы Алматы медицина институтының емдеу факультетін тәмамдаған. Бұл күндері Алматыдағы номері 7 клиникалық аурухананың кардиология бөлімшесінің меңгерушісі, жоғарғы санатты, білікті дәрігер, кардиолог. Ұлдары Бақыт заң қызметкері. Көп жылдар Жамбыл облысының бірнеше аудандық прокуратурасының басшысы, облыстық прокуратура басқармаларын басқарды. Қазір зейнеткер, бизнес саласында еңбегін жалғастыруда. Кіші қызы Айнұр Оразқұл қызы Алматы халық шаруашылық институтының экономика факультетін бітірген, мамандығы экономист. Қазір бизнес саласында қызмет етіп, отбасымен Ұлыбританияның Лондон қаласында тұрып жатыр. Бүгіндері Досқұловтардың отбасы өскен, өркендеген, басқалар қызға қарайтын, мерейлі, кеңге қанат жайған, шаңырағына бақыт пен арыс қонақтаған, айтулы, елеулі жанұя. Қазір олардан тараған 9 немере, 2 шөбере көк құрақтай жайқалып өсіп келеді. Олар осы отбасының жарқын болашағы, атасы мен апасының өмірін жалғастыратын, туын жықпайтын сенімді ұрпағы. Дариға Иген қызы 2022 жылы 2 шілдеде 76 жасқа қараған шағында өмірден озды. Топырақ Оразқұлдың туған ауылы Мақпалдан бұйырды. Ол өмірде қарапайым, көпшіл, бауырмал, инабатты да парасатты, сыйлы, ерекше асыл жан еді. Ол әркез қолынан келсе, кім болмасын жақсылық жасауға ұмтылып тұрады. Өзі қызмет еткен ортасында, ағайын туыстар арасында абыройлы, сыйлы, қадірлі болды. Әттең адам мәңгі жасамайды. Алланың әркімге өлшеп берген өмірін қанағат етеді. Өмірге келу бар да, кету бар. Сол екі арадан
адамгершілік деген қасиетті жанына серік етіп өткен, артында жақсы сөз қалдырған, өмірін жалғастыратын ұрпақ қалдырған жан бақытты. Дариға Иген қызы сол өткелден үлкен беделмен, абыроймен өтті. Аяулы Дариға Иген қызының иманы серік болып, жаны жанатта болсын. Рухы пейіште шалқысын, артында қалған ұрпағы аман болып, оның жарқын өмірін жалғастыра берсін. Олар рухыңызды еш налытпай, өзіңіз жаққан шамшырағыңызды сөндірмейтініне, сіз бағыттаған дара жолдан таймайтынына сеніңіз. Ана, мен өзіңді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем. Сұлу әлем, әлем сұлу, сен жаратқан адаммен. Ана керек, о адамдар, ана керек адамға, аналарын сағынып күн кешпесін бұл ғаламда. Ана жайлы ақындардың өлеңі, ана жайлы айтылмаған бір сөз болса әлемде, ол да ананың айтылмаған сөздері. Мен айтатын жақсы сөздер көп еді, мен анамды жақсы көрем себебі. Білесің бе, бұл әлемге адамдар ана жайлы айту үшін келеді. Адамзаттың ең бір асқақ бар әні, ана жайлы аманат пен кешірім. Анаң үшін ең жақсы сөз дүниеде, сүйемін деп сағынамын дегенің. Ана, сен жыламағын, бесігімді шырқадың жұмағанын. Жұмағаның айтылса ана сенің, сол ән мәңгі кеудемде ұялайды. Шуақ берер, қайдекен баяғаның, сол еді менің жұмақ саябағым. Кей кезде шаршап кетем, аңсап кетем, әлдилеп әлдекімнің аялауын. Алғысыңа сыйдырып адам бол деп, бар еді ғой қасиет тартқаның. Барлығына бақытты болса екен деп, әлемдегі аналарға бар айтқаның. Шыдау мен өмір жолда сынақтарға, тырыстың отау жүгін құлатпауға. Жалғадың өз ұлтыңның ұрпақтарын, пәниде бұдан асқақ мұрат бар ма? Перзентке арнадың да танымыңды, болмаса дедің соның әні мұңды. Жұртыңнан бойға сіңген қасиетімен, ұрпаққа бердің текті тәліміңді. Көрсетіп ар жолыңның дұрыстығын, дегендей осы жолмен ұғыс күнім. Дарытып бесігінен жақсылықты, күзеттің сол бесіктің тыныштығын. Бөбекке текке кетпей ұқтырғаның, жандырдың сол арқылы құттың бағын. Адалдық ән айтылып әлдейіңмен, сіңірдің уызынан ұлттың нәрін. Анамен шаңырақта боларды бақ, перзентте ол бар жерде табар мұрат. Есейіп кетсе дағы ұл мен қызың, бәрібір ана жүрек алаң бірақ. Өмірден өссе бөбек алар гүлін, шықса да мейлі шыңға олар бүгін. Әлі де еркелейді баяғыдай, тәңірден тілеп ана амандығын. Жанына ұл қызыңның үңілесің, бәйек көп болса нала жүгіресің. Әр жанның жүрегінде ана деген, жазылып қалған мәңгі ұлы есім. Нұрын шашқан күнімсің ғой жананам, бар шуағын баласына арнаған. Бір өзіңнен қуат алып өмірде, сенің салған сара жолды жалғағам. Тілегімнің бастауы да бір өзің, мейірімге толы мынау нұр жүзің. Сен жанымда болған кезде әр сәтім жаздай жайлы, қысым менен сұр күзім.
ғой сендей бір ғана асыл адам, сол арқылы осы өмірге бастың қадам. Мейірімінде шек жоқ алтын анам, мен сені тастамаспын, жаныңды мәңгі қалам. Қателікте жасасам кешіре көр, нұрын төксін саған бір ғана Аллам. Бұл тағдырда қатыгезде сараң де, Алла қысқа ғұмыр берсе шараң не. Бір мезетте тоқтап қалды қош жүрек, жазмышқа мойын сұндық амал не. Мінезің алтын, өн бойың тұнған жақсылық, жайдары едің, жүретін әркез шат күліп. Жауқазын інжу өзіңмен бірге үзілді, зар илеп қалдық, жер қойнына тапсырып.